Hi guys, how are you? Our lesson today, present perfect continuous. Present perfect continuous. Бұл созылмалы аяқталған осы шақ. Яғни, өткен шақта басталған іс-әрекеттің осы уақытқа дейін жалғасып келуін көрсететін шақ. Present perfect continuous әдетте іс-әрекетті орындауға кеткен уақыт мөлшеріне басты назар қояды. Қазір қалай жасалу керек, және де мысалдармен түсіндіремін сіздерге. Бұның жасалу формасы өзіміз білетін have has. Оған been қосымша жалғанады, яғни been дегеніміз қазақша мағынасы болды деген мағынада. Одан кейін өзіміздің сол осы шағымыз. Мысалға, for example, I have been living in Ақтау for 2 years. Мен Ақтауда 2 жыл тұрдым. Қазір де тұрып жатырмын. She has been working here since 2010. Ол мұнда 2010 жылдан бері жұмыс жасап келді. I am so tired. I have been studying. Мен қатты шаршадым. Мен сабақ оқыдым. Достар, сіздерге түсінікті болу үшін тек мен ережесін, формуласын, мысалын ғана айтып түсіндіріп жатырмын. Ең главный басты деген нәрселерді ше. Аяғына дейін көрген кісілер болса, көп рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, келесі сабақтарды күтіңіздер. Пікір қалдыра отырыңыздар. Goodbye, my friend. Bye-bye.